көлікке отырғанда жасалатын дұға. Ассалаумағалейкум құрметті көрермен. Бүгін біз күнделікті өмірде жиі қолданылатын, бірақ көпшілік біле бермейтін маңызды сүннеттердің бірі көлікке отырғанда жасалатын дұға туралы айтып өтеміз. Арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, видеоның таралуына үлес қосыңыз. Қазіргі уақытта көлік біздің өміріміздің ажырамас бөлігі. Біреу жұмысқа барады, біреу сапарға шығады, біреу баласын мектепке апарады. Бірақ біз сол көлікке отырған кезде Алланы еске аламыз ба? Жолға шығарда дұға жасаймыз ба? Міне, бүгін осы жайында әңгімелесеміз. Көлікке отырғанда қандай дұға оқылады? Көлікке мінген кезде мына дұғаны оқу сүннет. Бұл көлікті бізге бағындырған Аллах пәк. Біз бұған өзіміз ие бола алмас едік. Шын мәнінде біз Раббымызға қайтушымыз. Бұл дұға Құранда келген. Сондықтан бұл жай ғана сөз емес, үлкен мағынасы бар дұға. Бұл дұғаның мағынасына назар аударайық. Бұл дұғаны оқығанда біз 3 маңызды нәрсені мойындаймыз. Біріншіден, көлік Алланың нығметі. Екіншіден, біз өз күшімізбен ештеңеге ие емеспіз. Үшіншіден, біз бәрібір Аллаға қайтамыз. Яғни, бұл дұға адамның жүрегіне тәкаппарлық емес, тәубе мен шүкіршілік ұялатады. Көлікке отырған кезде тағы не айтуға болады? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жолға шыққанда Аллаху акбар деп 3 рет айтқан, сосын жоғарыдағы дұғаны оқыған. Сондықтан толық сүннет бұлай болады: Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, сосын жәнегі дұға оқылады. Бұл жолдың берекесін сұрау. Себебі жолда түрлі жағдай болуы мүмкін. Апат, кедергі, шаршау бәрі бар. Бірақ дұға жасаған адамның жүрегі тыныш болады. Неге бұл дұға маңызды? Көп адамдар көлікке отырып телефон қарайды. Біреу музыка қосады, біреу асығып кетеді. Бірақ дұға айту бар болғаны бірнеше секунд, ал оның сауабы үлкен. Дұға жасаған адам Алланы еске алады, жол қауіпсіздігін сұрайды, жүрегіне тыныштық алады, сүннетті орындаған болады. Бұл бір уақытта бірнеше сауап. Жолға шығарда тағы қандай дұға жасауға болады? Кейбір ғалымдар мына дұғаны да айтуға кеңес береді. Уа Алла, біз бұл сапарда жақсылық пен тақуалық сұраймыз. Бұл дұға ұзақ сапарларда өте пайдалы. Қысқа ғана амал, үлкен сауап. Ойланып көріңіз, бір күнде қанша рет көлікке отырасыз? 2 рет пе, 3 рет пе? Әр отырғанда дұға жасасаңыз, күн сайын бірнеше сауап жинайсыз. Бұл өте жеңіл амал. Бірақ Алланы еске алу тұрғысынан өте маңызды. Балаларға да үйретейік. Үйде балаларыңыз болса, осы дұғаны бірге қайталаңыз. Мысалы, көлікке отырғанда балалар дұға оқимыз деп айтып отырыңыз. Осылайша баланың жүрегіне кішкентайынан иман ұялайды. Қорытынды, құрметті көрермен, көлікке отырғанда дұға оқу үлкен амал емес, бірақ оның мағынасы терең. Бұл бізді Алланы еске алуға, шүкіршілік етуге, қауіпсіз сапар тілеуге, сүннетті орындауға жетелейді. Сондықтан бүгіннен бастап көлікке отырған сайын осы дұғаны айтуға тырысайық. Өзіңізге де, отбасыңызға да үйретіңіз. Алла баршамыздың сапарымызды қауіпсіз етсін, жолымызды ашық, ниетімізді қабыл етсін. Егер бүгінгі ақпарат пайдалы болса, арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, видеоның таралуына үлес қосыңыз.
Келесі видеоларда кездескенше. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.